Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жәмила Сәрсенбаева Тоқтасынқызы. Қазақ тілі пәні 3-ші сынып, 9-ші апта, 3-ші сабақ. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп көрейік. Дәмі де жоқ, түсі де жоқ, пайдаланбас кісі де жоқ. Ол не? Ол су екен балалар. Ал енді осы су сөзіне жұмбақтар жалғап көрейікші. Су, суат, сушы, сусын, сулы, сулық. Ал енді балалар, осы жерде барлық сөздің түбірі қандай болып тұр? Дұрыс айтасыңдар, су екен. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы түбірлес сөздер. Оқу мақсаты негізгі түбірге жұмбақтар жалғану арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату. Сабақтың мақсаты негізгі түбірге жұмбақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату. Критерийі негізгі түбірге жұмбақтар жалғану арқылы туынды сөз жасай алады, түбірлес сөздердің мағынасын ажырата алады. Ал енді балалар, сабақты түсіндірмемен бастайық. Бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды. Біл, білім, білімді, білгіш, өнер, өнерлі, өнерпаз. Сабағымыздың мақсатына жету үшін тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Жас атауларын өсу ретіне қарай жүйелеп жаз, түбірлес сөздерді тап. Балақай, нәресте, сәби, бүлдіршін, бала, бөбек. Ал енді орындап болдық па балалар? Онда өзімізді тексерейік. Нәресте, сәби, бөбек, балақай, бүлдіршін, бала. Жас атауларын өсу ретіне қарай жүйелеп жазады, түбірлес сөздерді табады. Ал енді балалар, өзімізді сиқырлы таяқшалар әдісі арқылы бағалап көрейікші. Тапсырманы дұрыс орындай алдық па? Дұрыс орындағандарымыз таяқшаның жоғарғы жағына қосу таңбасын қоямыз. Қате жіберіп қойғандар ортаңғысына қосу таңбасын, ал егер қате көп кетсе, таяқшаның төменгі жағына қосу таңбасын қояды екенбіз. Ал балалар, енді екінші тапсырманы орындайық. Сәйкестендіру. Түбір сөздердің қосымшасын тауып, түбірлес сөздерді анықтайық. Сіздерге түбір сөздер және қосымшалар берілген. Осыларды дұрыстап сәйкестендіруіміз керек. Су, оқу, еңбек, бала. Түбір сөздері шы, лық, ат, лы, шы, лық, қай, пан, шіл, ші, тен. Ал енді балалар, сәйкестендіріп болдық па? Өзімізді онда тексеріп көрейік. Су, оқу, оқушы, оқулық. Су, суат, сулы, сушы. Еңбек, еңбекшіл, еңбеккер, еңбектен. Бала, балалық, балақай, балапан. Жарайсыңдар балалар. Сиқырлы таяқшамен өзімізді тағы да бір рет бағалап көрейік. Бағалай алдық па? Ал енді келесі тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырма. Жаңылпашты жадқа жаз, түбірлес сөздерді тап. Шежіресі кісі шежіре айтты, ішіндегі шежіресін шешіле айтты. Жаңылпашты 2 рет, 3 рет қайталап жаттайық. Қайталап алдық па? Ал енді
дискрипторы жаңылбашты жадқа жазады, түбірлес сөздерді табады. Ал ендеше өзімізді тексеріп көрейік. Түбірлес сөздер шежіре, шежіреші, шежіресін. Сендер де осылай дұрыс тапты деп ойлаймын. Ал енді балалар, сабағымызды кері байланыс арқылы аяқтайық. Сабақта бүгін мен білдім, мен үшін қызық болды, маған тапсырмалар орындау оңай болды. Кері байланысты ауызша айтып өтейік. Ал енді балалар, үйге тапсырма. 25-ші жаттығу 84-ші бет. Түбірлес сөздерді жаз.